Бүгінгі күні медиасфера тек ақпарат тарату құралы ғана емес, қоғамдағы ұлттық сананы қалыптастырушы күш болып саналады. Қазіргі таңда Түркістан облысы мен Шымкент қаласының өзінде 200-ге тарта бұқаралық ақпарат құралдары жұмыс істеп тұр. Мәселен, Шымкент қаласының өзінде 106 газет, 17 журнал, 4 телеарна, 2 радио және 50-ге тарта ақпараттық портал тіркелген екен. Түркістан қаласының өзінде 2 телеарна көрермен көзайымына айналып үлгерген. Бұған 15-ке тарта аудандық газеттерді қосыңыз. Сондықтан оңтүстік өңірдегі журналистиканың өзі тұтас медиа индустрия деуге болады. Міне осы жергілікті медиа кеңістіктің алаңын дамыту, журналист үніне құлақ тұру мақсатында осыдан 2 жыл бұрын Шымкент қаласында Түркістан облысы журналистер одағы қоғамдық бірлестік құрылған болатын. Төрағасы көзқарақты журналист, Аққара ақпараттық порталының редакторы Тұтқабай Пазылбек. Ол талай белгілі басылымдарда, телеарналарда тілші ретінде шыңдалған қаламы қарымды кәсіби маман. Қазіргі таңда бұл бастамашыл одақтың 50 шақты мүшесі бар. Одақтың кешегі басқосуында өңірдің редакторлары мен журналистері дөңгелек үстел басында кездесіп, көкейдегі сауалдар мен мәселелерін ортаға салды. Кездесу жиыны Шымкент қаласы Әл-Фараби атындағы ғылыми әмбебап кітапханасының залында өтті. Ең негізгі мәселе журналистер мәртебесі. Журналистер мәртебесі бүгінде төмендеп барады. Блогерлер мәселесі, блогерлермен шатасып кетіп отыр кейде. Біз кәсіби журналистерміз. Сол үшін кәсіби журналистер қашан да биік тұру керек. Сол үшін журналистің мәртебесі түзелмей, болашақ жасыл. Журналистің мәртебесі, педагог мәртебесі деп шықтық өткенде. Педагогтар мәртебесі жайлап көтеріліп жатыр, ойылып жатыр, әлеуметтік жағдай көтеріліп жатыр. Енді журналистік мәртебесі. Журналистика мәртебесін биіктету біз өз қолымызда деп ойлаймын. Негізі қазақтың қаймағы оңтүстікте, сол үшін оңтүстік болсын бастамаса, басқа облыстарды мен айта алмаймын. Тек қана 28 маусым күні журналистерді еске алып, журналистерді марапаттап жатыр. Дұрыс емес. Келіспеймін. Өз басым келіспеймін. Мен жеке пікірім шығарды. Бірақ келісе алмаймын. 28 маусымнан бөлек жыл 12 ай журналистпен билік бірге жұмыс істеу керек. Сонда ғана халықтың жан айқайы, халықтың мәселесі шешіліп жатыр. Бізде елемейді. Жергілікті биліктің өзінің көзқарасы әртүрлі қазіргі кезде. Журналистикада да сыбайластық пайда болып отыр. Жеке бөлінушілік пайда болып отыр. Мүлде қате нәрсе. Біздің алаш-арыстарымыз осындай мұра қалдырған жоқ қой бізге. Ол бұрын журналистикадан жүрген әріптестеріміз бар арамызда. Әлеуметтік жағдай қандай солар? Осы мәселелерді одақ журналист мүшелері бірігіп, айна бір рет осындай отырыс жасап отыру керек. Айна бір рет. Сонда ғана тәртіп болады. Сонда ғана журналистерге деген назар аударады. Менің ең негізгі айтатын ойым болса, одан бөлек мына газет басында істейтін кәсіби журналистер бар. Газет мәртебесі қашан да биікте тұру керек. Телевидение, радио, газет бұл нағыз бақтың бұлағы. Сайтта бүгінгі таңда қажеттіліктен туындап отыр. Бірақ кәсіби журналистер бұның бәрін біледі. Мемлекеттік қолдау туралында, мемлекеттік қолдау, мемлекеттік сатып алуда да сыбайластық болып орын алып жатыр. Сол үшін осы мәселенің барлығын әділ шешім тауып бақылап отыру үшін журналистер одағы жұмыс істеу керек. Болашағымыз енді елден ел болып жатқан мемлекетпіз ғой. Жаңа бізді батыстың журналистикасымен неғып сондай болмайды бізде деп айтатындар бар. Олардың еркін өмір сүргендеріне кемі 200-300 жыл болған әр мемлекетте. ақш өзінің тәуелсіздік алғанның өзіне 250 жыл болып қалды мысалы. Ұлыбританияны айтпай-ақ қойдық, қаншама ғасыр болған. Газет, журнал оларда 300-400 жылдан бері бар. Оларда міндетті түрде еркіндік бар. Біздің мемлекет енді аяқтан тұрып келе жатқан мемлекет. Бізді жаңағы идеологияны ретке келтіріп алу керек. Газет, журналдарда танымды материалдар болу керек. Ақпаратпен ғана шектелмеуіміз керек. Осы жағына көңіл бөлсек деген ой бар. Ағаларымыз баспасөзде жүрсіздер ғой, басшысыздар, осыны негізге алсаңыздар. Әркім
қоғамда әр сала өзінің міндетін адал атқарса, дұрыс атқарса, сол қазір біздің журналистика неге болғанып кетті? Өйткені жаңа блогерлер деп отырмыз ғой, меніңше блогер деген ол өзі жеке блог жүргізу керек, сондай адам болу керек. Бізде қазір әлеуметтік желіде бірденен жаңа мусор көреді, түсіреді, жаңағы қаңғыбас иттерді көреді, түсіреді. Ол қоғам болып атсалысатын тірліктер. Бірақ солай жазғанның бәрін біз қазір блогер дейміз де, журналистер күнде солардың бәріне жаңа алғыс хат береді, марапат береді де, ал шын кәсіби журналистер қалып кетіп отырады. Әлеуметтік жағдай журналистердің. Бір кездері мен осы мәселені Нұртай Сәбильяновқа жаздым, жалпы журналистердің әлеуметтік мәселесі деген нәрсені. Қазір біздің ортамызда да 3 баламен, 4 баламен жолдасы жоқ, мәселен, баспанасыз пәтерден пәтерге көшіп жүрген журналистер көп біз. Соны жаңа айтып жатырмыз ғой, мақтанып жатырмыз, сенатқа, мәслихаттарға журналистер сайланып жатыр деп. Бірақ осы сайланған бірде-бір журналист депутатты мен бағдарламасында журналистердің әлеуметтік жағдайы көтеремін, ертең осылай айтамын дейтін бағдарламасынан мен пункт көрген жоқпын.